Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін сіздерге ас содасы мен беттегі қара пигменттерден қалай құтылу керектігі жайында айтатын боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бет терісіндегі пигментті қара дақтардан біржолата құтылу үшін теріні тазалау, тері иммунитетін көтеру және теріге арналған диета әдісін қолдану керек. Бұл дақты кетіру үшін 3 қадамды орындау қажет. Бірінші қадам – бет терісін терең тазалау. Ас содасынан маска жасаймыз. Ас содасынан маска әзірлеу үшін жарты шай қасық ас содасын алақаныңызға салып, 2-3 тамшы су тамызып езесіз. Қоймалжың болған қоспаны бет терісіне тегістеп жағасыз да 10 минуттан соң скраб секілді бетіңізді жеңіл уқалайсыз. Содан соң жылы сумен жуасыз. Бұл масканы бетіңізге жақпас бұрын теріні су буына 1 минут булап жұмсартып алыңыз. Немесе 2 ас қасық ұнға 1 шай қасық ас содасын қосып, ыстық су құя отырып араластырыңыз. Қою қаймақ сияқты болған қоспаны бет терісіне жағып, 10 минуттан соң жылы сумен жуу керек. Есіңізде болсын, бұл бет тазарту маскасын аптасына 1 рет қолданған жөн. Одан жиі қолдансаңыз, бетіңіздің терісін қатты құрғатып жібереді. Екінші қадам – тері иммунитетін көтеру. Бет терісіндегі пигментті дақтардан құтылу үшін терінің иммунитетін жоғарылату қажет. Ас содасының көмегімен бет терісін терең тазалап, тері астына енген бактерияларды дезинфекцияланған соң, міндетті түрде теріге күш-қуат беретін маска жасау қажет. Теріге ең күшті қуат беруші ол сұлы. Сұлы құрамында теріге қажетті минералды заттар көп. Дайындау тәсілі: 2 ас қасық сұлы ұлпасына 3-4 ас қасық піскен ыстық сүт құйып араластырыңыз. Жылы күйінде ас содасымен тазартылған бет терісіне жағып, 20-30 минуттан соң жылы сумен жуыңыз. Сұлы маскасына жарты шай қасық бал қосуға да болады. Үшінші қадам – теріге арналған диета. Теріге арналған диетаны сұлы сүтшесімен жасайсыз. Сұлы сүтшесінің калориясы өте аз, есесіне ағзаға керемет күш береді және витаминдермен қамтамасыз етеді. Сұлы сүтшесі дәріханалардан оңай табылады. Күніне 2-3 рет тамақтан 30-40 минут бұрын ішу керек. Дайындау тәсілі: 1 стақан қайнаған суға 1 ас қасық сұлы сүтшесін араластырыңыз. 3-5 минуттан соң ішіңіз. Сұлы сүтшесімен ағзаны тазартуды 1-2 ай жасаңыз. Бұл кезде ащы, майлы және тұзды тағамдардан тыйылғаныңыз жөн. Сонда нәтижесі жылдам байқалады. Достар, менің видеом сізге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.